Қайшымыз өтпей қалса, бізде оңай тәсіл бар. Осындай наждачная бумага дейміз, осы қағазымызды алып, қысқыш қайшымызды дәл мынау қайраққа пышақты қайрағандай етіп, бір бағытқа қарата отырып, біркелкі қайраймыз. Осындай жағыменен қайрау керек. Және дәл осы тәсілменен екінші қайшымызды қайрап аламын. Мына осындай қыр жағы бар ғой, көрініп тұрады жылтырап, сол жағыменен біркелкі етіп, бір бағытқа қарата отырып қайрауымыз қажет. Оңай, арзан, әрі көп уақытты талап етпейтіндей әдемі қарапайым тәсіл. Сізге ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыз. Пікіріңіз болса жаза кетіңіз. Әрине парақшама жазылсаңыз қуанып қалатын боламын.